Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге үй жағдайында айран ұйытамыз. Қатық деп те атайды. Жалпы алдағы уақытта шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін подписация бөлімін және де қасында қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге айранды ұйыту үшін қолдың, яғни сиырдың сүті керек. Осы сиырдың сүтін сүзіп алып 4 литрін отымызға қойып пісіреміз. Сүтіміз піскен кезде бетлі осылай қаймақтанады. Қайнап бастаған кезде отымызды баяулатып, сапырып отырып пісіреміз. Жалпы айранның өте дәмді болып шығуы осылай сапырып отырып пісіруінде 5-10 минуттай пісіріп алғаннан кейін отымызды өшіріп, осы сүтті біз 40 градусқа дейін суытуымыз керек. Жалпы сүттің температурасын тексеру үшін термометрді пайдалансаңыздар да болады. Егер де термометрлеріңіз жоқ болса, онда саусағымызды батырып көреміз. Саусағымыз күймейтіндей жағдайда болса, онда біздің сүтіміз ұйытуға дайын деген сөз. Қан жылы болып тұрады, сол кезде сүтімізді біздер ұйыта берсек болады. Сүтті ұйыту үшін бізге сепаратордан тартылған қолдың қаймағы керек. Осы қаймақтан 2 ас қасығын қосып, оған жылы сүтімізден 1 ожау қасығын қосып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Бұл жерде ескеретін жағдай, сүттің жылылығы 40 градустан төмен болмасын. Қатты суып кетсе, онда айрандарыңыз ұйымай қалуы мүмкін. Сондықтан температурасына мұқият болыңыздар. Енді осы ұйытқымызды жылы сүтімізге құйып, жақсылап араластырамыз. Сүтті осылай банкілерге құйып, қақпағын жауып, жылы жерге ешкім қозғамайтындай жылы жерге 5 сағатқа орап қалдырдым. 5 сағаттан кейін сүтті қараймыз. Ұйып тұрғанын байқасаңыздар, онда холодильникке толық суығанша мен 1 түнге қалдырдым. Міне осымен біздің айранымыз дайын, өте дәмді, керемет, тұщы болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жалпы қалалық жерде тұратын қыз-келіншектер греческий йогуртпен ұйытсаңыздар да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Камила. Жалпы осы видео сіздерге пайдалы болған болса, комментарий бөлімінде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.